Достар, сәлем, сіздермен Назгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен аққу мамығы деп аталатын салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Тарелкені аламыз, үстіне домалақ тәріздес форманы қоямыз. Піскен картопты езгіштен өткіземіз және бірінші қатар қылып қоямыз. Үстіне майонез жағамыз. Картоптың үстіне майонезді қалыңырақ қылып жаққан жөн, өйткені сіңуі керек. Одан кейін піскен тауық еті, оны турасаңыздар болады, немесе осындай бөлшектерге бөлсеңіздер болады. Жан жағына тегістейміз, майонез жағамыз. Қалауыңыз бойынша бұрыш немесе тұз қоссаңыздар болады. Піскен жұмыртқаның ағуызын езгіштен өткіземіз. Майонез жағамыз. Майонезді жан жағына тегістейміз. Сырды алып езгіштен өткіземіз және келесі қабат қылып орналастырамыз. Сырдың үстіне майонезді аздау қылып жағамыз, жан жағына тегістейміз. Келесі қабат піскен жұмыртқаның сарысы. Езгіштен өткізіп, оны да жан жағын тегістеп орналастырамыз. Майонез жағамыз үстінен. Салатымыздың ең соңғы қабаты қылып, пекин 40 қабатын майдалап тураймыз және бетіне жан жағын тегістеп орналастырамыз. Салатымызды осы күйде тоңазытқышқа 1 сағатқа қойып қоямыз. Достар, 1 сағат өтті, біздің салатымыз дайын, оны формадан шешеміз. Достар, салатымыз осындай нәзік болып шығады, жегенде қытырлайды және салатымыз өте тойымды болып шығады. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Достар, сонымен қатар менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет.